дегеніміз қымбатты көрермен, бүгінгі кезеңнен 9 ұпай алған Ханзаданың эмоциясымен рухы. Расымен де бір сенімділік пайда болған сияқты өзіңізде? Сенімділік пайда болып отыр Диана ханым, шүкір. Ертең қымбатты көрермен осы сәтте айта кетейін, ең тартысты кезеңдердің бірі бізде жігіттердің мықтылығы мен күштілігі, қуаттылығы сыналатын байқау. Спорт кезеңі. Ең мықтыны бірге анықтайтын боламыз. Нақты қандай тапсырма, қандай жаттығу екенін біз әзірше айта алмаймыз, өйткені ол үлкен тосынсы. Ертең 14:30-да Еуразия бірінші арнасында мықты Ханзаданы бірге анықтаймыз. Спорт жағынан қалайсыз? Спорт жағынан 5 демей қойын, 4-тінші. Негізі өзіңіз айналысып тұрасыз. Айналысам, жалпы, Жаттығу залына барып, шынығып жүресіз. Тамаша, үміткеріңізді студияға шақырайық десек, дұрыс болмас. Келмеді ма не? Келді. Неге уақыт жетпей тұр ма? Уақыт та жетеді, әлі бізде 20 минуттай уақыт бар. Енді не істейміз? Осылай танысамыз. Сіз осында, үміткер студия сыртында. Шықпай ма? Шықпайым дейді. Бірақ Нұрдәулетпен танысқым келеді дейді. Маған осындай мүмкіндік сыйласаңыздар, мүмкін таныстығымыздан бір жақсы нәтиже шығып қалар деді. Бірақ сізді толығымен қазір естіп отыр, еш қап жемесеңіз болады. Үміткеріміздің өзінің осындай өтініші мен қалауы бойынша студия сыртында, өткен жол Ділбар ханымның үміткері отырған жерде, көк диванның жанында атап айтсам, Нұрдәулет студия ішінде. Неге ит деген? Жарайды енді Диана ханым. Танысасыз ғой, жарайды дегенде қалай енді? Қош келдіңіз, бізді естіп тұрсыз ба? Саламатсыздар ма? Естіп тұрмын. Сіздің микрофоныңызды біз студияда естімей жатырмыз. Өкінішке қарай. Саламатсыздар ма? Енді естідік, Қош келіп қалдыңыз, есіміңіз? Есімім Маржан. Маржан? Маржан, жасыңыз? 24-те. 24-те, қандай әдемі дауыс. Маржан, неге Нұрдәулет? Өйткені салмақты, өз ойын нақты айта алатын жігіттердің бірі. Салмақты, өз ойын нақты айтады дейді. Ал сіз өзіңіз бұрын соңды отбасылы болғансыз ба? Жоқ. Болмадыңыз, балаларыңыз да жоқ? Жоқ. Түсінікті, Нұрдәулет. Маржан. Қайырлы кеш, Маржан. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен таңдап келгеніңізге қуаныштымын. Жалпы үйіңіздегілер біледі ғой, маған келіп жатқаныңызды? Біледі. Ара қатынас жайлы айта кетсеңіз осы уақытқа дейінгі. Ара қатынас ұзақ әңгіме, бірақ 1 жыл бұрын тоқталған. Өзіңіз қаяқтықсыз сонда? Осы Алматыныкімін. Алматыныкі. Мамандығын, жұмысын сұрасаңыз болады. Үйде қанша осыздар? Үйде 4 ағайындымыз. 4 ағайынды. Сіз үлкені, кішісі? Ең кішісі. Кенжесі, еркесі. Еркесі болып тұрсыз ғой үйдің, Жалпы қазір немен айналысыз? Қандай жұмыспен? Жалпы қазір сәулет өнер жұмысымен айналысам. Архитектор. Күшті. Архитектор. Жана ханым, сұрақ. Шымылдық ашайық дегенсің бе? Қатысшылар айтсын. Бұл. Маржан ханым, қош келдіңіз. Осы ортаға шықпай, жүзіңізді көрсетпеудің себебін айта кетесіз бе? Ол туысқандардан кішкене қысылғаныңыз ба, әлде достарыңыздан қысыласыз ба? Жоқ, ол жұмбақ болып қалса бола ма? Жұмбақ. Бүгінге жұмбақ көбейіп кеткен сияқты. Сәлеметсіз бе, Маржан? Енді менде бір сұрақ болып тұрды. Енді ара қатынас деген 1 жыл бұрын болды деді ғой. Сол тұрмыста болғансыз ба, негіз болмағансыз ба? Жоқ, бойдақпын, тұрмыста болмағанмын, балам жоқ. Маржан ханым, егер де кейін таныстық жалғасып жатса, сіз ортаға шығып жүзіңізді көрсетесіз ба? Әрине. Нучон? Қош келдіңіз, Маржан. Енді болашақта барбір түріңіз көрсететін болсаңыз, онда бүгінгі эфирға шықпауыңыздың себебі қандай сонда? Онда смысл қай жерде? Айтып тұрмын ғой, қазірше в данный момент осылай өзім қаладым. Жұмбақ болу үшін. Негізі адамдар негізі мінезімен, өзінің ішкі жан дүниесімен жұмбақ болатын еді, бұлай енді сырттай емес. Жалпы ойлаймын енді бірінші екеуміз танысып, білісіп, одан кейін барып, менің ойымды біліп, сосын барып шыққысы келген шығар. Мүмкін, ол да мүмкін.
нақты себеп әзірше жоқ. Сағыныш? Дәулетке сұрақ болып тұр да. Жаңа Маржан жасы 24-те, сенің жасың одан кіші 1 жас. Саған 1 жастың өзі саған кедергі жасамай ма? Сенің өзіңнен үлкен қыз қалай саған? Иә, ол жайлы мен өзімнің профайлымда айтқам. 20-дан 25-ке дейін деп. Бір жаста тұрған еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе жоқ. Тимур мырза? Енді бір сұрақ болып тұр, ыңғайсыз олар. Сіз намаз оқып 5 уақыт өзіңіз сондай жолдас өткені қанша жасырынғанмен орамал тағып отырсыз да? Иә. Осындай аруымыз келіп қалды, орамалды ару дейік. Иә, Шерхан? Қош келдіңіз. Есімі кім деп айтты? Маржан. Сізге жігіт, жалпы болашақ жігіт күйеуіңіздің қандай болғанын қалайсыз? Например, енді Нұрдәулет мынандай әдеті бар да, тез ғашық болып қалады, тез сөз салады дегендей қылып. Сондай жігіттер ұнай ма сізге? Енді ол жігіттің өзіне байланысты, қыздың да талпынысына байланысты ғой. Сол үшін ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Маржан, сізге сұрақ, сіздің отбасыңыз біле ме бүгінгі эфир жайлы, сіздің үміткер болып келгеніңіз туралы? Біледі. Қарсы емес? Жоқ, қарсы емес. Енді эфирге шықпауыңыздың негізгі себебі ата-анада емес қой демек? Жоқ. Диана ханым, Қосылайықты тұрақты түрде көресіз бе әлде? Жоқ, осы бір 2 ай болып қалды көргеніме, және осы Нұрдәулетке көз түсті. Иә. Түсінікті, Меруерт? Менде мынандай сұрақ болып тұр. Маржан ханым, қош келдіңіз. Жаңа айтып жатсыз, 4 ағайындымын дедіңіз. Сіз кенжесіз. Сіздің алдыңызда неше ұл, неше қыз? 3 бауырым бар. 3 ұл, иә? Ол кісілердің бәрі уже үйленген, отбасылы болған ба? Иә, барлығы үйленген, отбасылы. Керемет. Мен Нұрдәулетке сұрақ қойып кетейінші, енді болашақ жарың осындай орамалдағы, салиқалы болса, сенің өзің көзқарасың қалай болады оған? Жалпы негізі олай болатын болса, керемет. Өте жақсы негізі. Өзімде... Типажында қыздар басқа ғой деген ғой? Жоқ, типажында қыздар басқа болғанда өзім негізі қуанам. Кейін отбасымен жалпы сол дін жолына жүрсек деген сияқты. Енді сізге сұрақ, таныстық жалғаса ма, және бүгін кешке Маржанмен 3-ші адамдардың куәгерлімен өтетін кездесуге барасыз ба? Барамыз, Диана ханым, танысып көрейік. Және ол жерде бірден айтайық, сіздер екеуіңіз ғана болмайсыздар. Иә. Енді одан кейін өздеріңіз шеше жатарсыздар. Қымбатты көрермен, ертең 14:30-да айтқанымдай Қосылай ханзадасының 3-ші кезеңі спорт жарысы, спорт бәйгесі. Ең мықтыны бірге анықтаймыз, және ертең 14:30-да сіздерді тағы да бір ерекше күшті жаңалық күтіп тұр. Сау болыңыздар, кештеріңіз жақсы өтсін, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын.